Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгін бізде 2 сынып әдебиеттік оқу. Сабағымызды бастамас бұрын мен сіздерге жұмбақ жасырғым келіп отыр. Жұмбақ арқылы біз бүгінгі сабағымыздың тақырыбын ашамыз. Қолда бар көзбен көресің, әуенін тыңдай аласың, түсін алмайсың, бірақ сезесің. Бұл не өнер? Білесің бе? Әрине балалар, бұл музыка. Музыка бұл дыбыстар мен үндердің белгілі бір ырғақпен айтылатын өнер түрі. Олай болса, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы өнерге байланысты екен. Яғни сабақтың тақырыбы өнерлі бала, сүйкімді деп аталады. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты мәтінді дауыстап дұрыс әрі түсініп оқу, рөлге бөлініп мәнерлеп оқу, күнделікті өмірде кездесетін жағдаяттарға байланысты сөйлеу мәдениетін сақтап, диалектке қатысу. Мұғалімнің көмегімен үлгі бойынша шағын ертегілер, жұмбақтар жазу немесе дайын ұйқастарды қатыстырып, шумақтар мен санамақтар құрастыру. Ендеше сабағымызды еркін тыныс жаттығумен жалғастырайық. Балалар, денелеріңді түзу ұстап, бастарыңды жоғары көтеріп, ыңғайланып отырыңдар. Көздеріңді жұмсаңдар да болады. Ауаны терең жұтып, еркін тыныс алыңдар. Өздеріңнің тыныс алуыңды бақылап, бақыт пен тыныштыққа толы таза ауаны тұла бойыңа толғанын сезініңдер. Ал енді көздеріңді ашсаңдар да болады. Бірінші тапсырма: өнер түрлерін ата. Суретте қандай өнер түрлерін көріп отырсыңдар? Суда жүзу, пианинода ойнау, коньки тебу. Жүзу бұл су спорты, дене шынықтыру өнерінің бір түрі. Пианино ойнау бұл музыкалық өнер, музыкалық аспапта ойнауда өнердің бір түрі. Коньки тебу қыста спортқа жататын өнердің бір түрі. Бүгінгі танысқалы отырған шығармамыздың авторы Серікбай Оспанов. Серікбай Оспанов 1945 жылы 1 сәуірде Торғай, қазіргі Қостанай облысы Жангелдин ауданының Шилі кеңшарында Балдай қонысында туған. Екінші тапсырма: түсініп оқы. Суға жүзуді үйренем. Ауылдың бар баласы жүзеді, әне қарашы, деп ағайым мені де апарды ауыл көліне. Ербеңдетіп қолымды, ұрып оң мен солымды, жүзбек болып тулап ем, батып кеттім суға мен. Таяз жерде жүредім, аяғымды тіредім, неткен қорқақ ұл едім, дір-дір етті жүрегім. Мойымадым бірақ та, жаттықтым мен бір апта, үйренген жан жалықпай, жүзеді екен балықтай. Енді өлеңдегі таяз деген сөз көлдің немесе өзеннің терең емес шеткі жағалауы. Ал мойымау қиындықты жеңе білу дегенді білдіреді екен. Жақсы оқушылар, ендеше бір сергіп алайық, орнымыздан тұрайық, алақанды соғайық, бір отырып, бір тұрып, бойымызды жазайық, оңға қарай еліп, солға қарай еліп, сәл демалып алайық, орнымызға отырайық. Жарайсыздар. Ендігі кезек ойлан айдарына берейік. Жүзуді үйренген баланың орнында болсаң, не істер едің? А нұсқасы: мен де қорқамын. Ә нұсқасы: таяз жерден қорқпас едім. Яғни сен жүзуді білсең, әрине таяз жерден қорқпас едік. Ендеше бұл тапсырмада ә нұсқасы. Төртінші тапсырмаға назар аударсақ, өлеңнің соңғы шумағын көшіріп жаз, ұйқас сөздердің астын сыз. Бізде өлеңнің соңғы шумағы мойымадым бірақ та, жаттықтым мен бір апта, үйренген жан жалықпай, жүзеді екен балықтай. Мұндағы ұйқас сөздер бірақ та, бір апта, жалықпай, балықтай
деп аталады. Сондықтан бұл сөздердің астын біз сызып қоямыз. Жақсы оқушылар, енді ережеге көңіл аударайық. Диалог екі немесе бірнеше адамның бір-бірімен сөйлескен сөздері. Жазған кезде әр кейіпкердің сөзі жаңа жолдан бастап алдына сызықша қойылады. Ендеше 5-ші тапсырма: рөлге бөліп оқы. Ақының ойын жалғастырып диалог құр. Шортан: судан аға қорқам, жұтып қояр шортан. Шортан жыртқыш балық, емес сонша алып, айналайын ботам, жұта алмайды шортан. Өлеңді диалог арқылы жалғастырайық. Жарайсыздар. Шортан шынымен қауіпті емес пе? Жоқ, айналайын. Қорықпа ботам. Онда суға түсіп шомыла берсем болады ғой? Әрине, деді. Аға сабырмен ақыл қосқан. Жақсы оқушылар, ендеше 6-шы тапсырмаға назар аударайық. Жүзу өнері денсаулыққа қандай пайдасы бар? Әрине, су ішінде бүкіл денеміз қимылдайды, бұлшық етіміз күшті болады. Және жүрек пен өкпе жақсы жұмыс істеп, тынысымыз жақсарады. Суда ойнау бойды сергітеді. Сондықтан жиі жүзіп жүрсең, денің сау әрі мықты боласың. Жарайсыздар оқушылар. Енді кезек бізде топтық жұмысқа беріледі. Бірінші топтың тапсырмасы: өнер түрлерін жаз. Қандай өнер түрлерін білесіңдер? Соны топтап жазып шығайық. Әрине, бейнелеу өнері, оның ішінде сурет, мүсін, графика, кескіндеме кіреді. Сонымен қатар музыка өнері міндетті түрде бар, ән, аспаптық музыка, симфония, күй, кино өнері, театр өнері, сәулет өнері, қол өнері, сән өнері, би өнері, әдебиет, оның ішіне поэзия, проза, драма, бұлар да өнерге кіреді екен. Жарайсыздар оқушылар. Енді 2-ші топтың тапсырмасын назар аударайық. Жергілікті өзен көлдерде кездесетін балық түрлерін жаз. Қандай балық түрлерін кездестіреміз? Шортан, табан балық және сазан. Дұрыс айтасыздар. Бұл балықтарды біз өзіміздің жергілікті өзен көлдерде кездестіреміз. Жақсы оқушылар, енді бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Ендеше маған мынандай сұрақтарға жауап беріңдерші. Өлең қандай балаларға арналған? Өлең өнерлі балаларға арналған. Денсаулығымыз мықты болу үшін не қажет? Әрине, денсаулығымыз мықты болу үшін спорт қажет. Өлеңнен қандай ой түйдің? Өлеңнен табанды болу туралы ойды түйдік. Жақсы оқушылар, бәрекелді. Ендеше оқулығымызды ашып, үй тапсырмасын жазып алайық. Өзіңнің немесе отбасыңдағы үлкендердің өнері туралы әңгімелеуге дайындал. Жақсы оқушылар, бүгін сабағымызға жақсы қатысты деген ойдамын. Ендеше кері байланыс жасап, домбыралармен өздеріңнің кері байланыстарыңды көрсетіңіздер.